Түркістан қазақ хандығының астанасы. Іргетасы 5-6 ғасырларда қаланған. Қаланың көне атауы Яссы. Ұлы Жібек жолының сауда орталығы және округі болған. Қала құрамына 12 ауылдық әкімшілік және 5 мөлтек аудан кіреді. Қалада 46 ұлттың өкілі тұрады. Тұрғыны 253.166 адам. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге саяхат бағдарламасы. Біз қазір 1500 жылдық тарихы бар киелі Түркістан қаласына кіргелі тұрмыз. Бұл жерге кей адамдар тәу етіп Құран бағыштауға келсе, ал кейбіреулері көне ескерткішті өз қолдарымен ұстап, аңыз әңгімелерді тыңдауға барады. Ал біздің мақсатымыз еліміздің осындай тамаша жерлерімен сіздерді таныстыру. Бірге болыңыздар. Қаланың шығысы Отырар мен, солтүстігі Кентау қаласы және Созақ ауданы мен, батысы Қызылорда облысының Жаңақорған ауданымен шектеседі. Түркістан қаласына ұшақпен барамын десеңіз, билетті Шымкент қаласына дейін аласыз. Әрі қарай автобус немесе жеңіл көлікпен жетесіз. Егер жеке автокөлікпен жолға шықсаңыз, шамамен 10-12 сағат жол жүресіз. Сол үшін өзіңізбен бірге жол картасын алғаныңыз абзал. Бұл жерге келген кез келген адам туристік ақпараттық орталығына келіп, туристік маршрут схемасы туралы арнайы тегін ақпарат пен мағлұматтар ала алады. Түркістанға жету үшін Алматыдан Шымкент трассасы арқылы Шу, Мерке, Құлан жолдарын жүріп өтіп, Тараз қаласына жетесіз. Одан әрі оңтүстік Қазақстан облысының орталығы Шымкент қаласына соғасыз. Дәл осы жерден Темірлан, Төрткөл елді мекендерін артқа тастап, 170 шақырым жол жүрсеңіз, Түркістан қаласына бет аласыз. Ал егер оңтүстік туризм орталығының қызметіне жүгінетін болсаңыз, адам басына 7000 теңге. Сонымен қатар сіздер экскурсовод нұсқаушылардың көмегін пайдалана аласыздар. Қонақ үйлердің бағасы 8000-14000 теңгенің аралығында. Егер қымбат қонақ үйлерде жатуды қалтаңыз көтермесе, жергілікті тұрғындардан бір бөлмелі пәтерді жалдауға болады. Ол бір күнге 3500-5000 теңгеге шығады. Тамақтану мәселесіне келетін болсақ, еш қиындық жоқ. Қаланың әр бұрышында дәмді асханалар мен мейрамханалар толып тұр. Түркістанға келген кез келген жиһанкездің алғашқы мақсаты Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көру. Біз қазір кесененің алдында тұрмыз. Расымен де, бұл тарихи орын өзінің ерекше архитектурасымен көрікті. Ендеше бірге тамашалайық. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Орта Азия мен Қазақстандағы теңдессіз тарихи жәдігер. Бұл ғажайып сәулет өнерінің туындысы өз бойына ертеден келе жатқан жергілікті және шығыс мұсылман құрылыс тәжірибесін жинақтаған бірегей ғимарат. Кесене 12 ғасырда өмір сүрген, бүкіл шығысқа аты әйгілі көне түркі ақыны, софизмді уағыздаушы Ахмет Яссауидің бейітінің басына орнатылған. Ғибадатхана жанында жерасты мешіті орналасқан. Оны Қылует деп атайды. Араб тілінен аударғанда жалғыз қалу деген мағынаны білдіреді. Мұнда Яссауи өмірінің соңғы жылдарын өткізген. Ол мен 63-ке пайғамбар жасына толдым. Пайғамбар жасынан артық жасау астамшылдық болар деп ой түйген. Кесененің ені 46 метр. Ұзындығы 65 метр. Орталық залының төңірегіне түрлі мақсатқа арналған 35 бөлме салынған. Ғимарат 8 түрлі бөлмелерден тұрады. Олар қазандық, үлкен ақсарай, кіші ақсарай, құдықхана, кітапхана, асхана, көрхана, мешіт. Кесененің қабырғаларында көгілдір қышпен өрнектеліп жазылған Құран кәрім сүрелері мен аяттары бар. Жазулардан Алла, Мұхаммед, о жарылқаушы, билік Аллада, Алла менің әміршім деген сөздерді оқуға болады. Кесене жобасының ерекшелігі онда Орта Азиялық сәулет өнері бойынша
бұрындары кездеспеген шатыр жабу тәсілдері қолданылған. Құрылыс алебастр ертіндісі негізіндегі күйдірілген кірпіштен қаланған. Ғимараттың оң жақ порталы 2 биік мұнарадан және аркадан тұрады. Сәулет ғимараты сан салалы қызмет атқарумен қатар, қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты, ынтымақ пен өзара қамқорлықты қамтамасыз еткен орталық болған. Кесенеде жамағатхана бөлмесі бар. Оның күмбезге дейінгі биіктігі 36 метр, ұшар басына дейін 37 метр, қабырғалары 18 метр. Бұл тайқазан Әмір Темірдің жобасымен Қарнақ қаласында құйылған. Салмағы 2 тонна, ішіне 3000 литр су сияды. Және де бұл қазан береке мен молшылықтың белгісі. Кесенені салу барысында жұмысшылар кірпіштерді Саураннан Түркістанға дейін қолдан қолға берген. Дала төсіндегі айтулы сәулет өнеріне ең үздік шеберлер мен көсемдер тартылады. Бірақ кесененің біткен үлгісін темір көре алмайды. Ол 1405 жылы қайтыс болады. 2000 жылы Түркия елмен келісім бойынша ғимаратты қалпына келтіру жұмыстары жүрді. Ал 2003 жылы маусымда Парижде өткен ЮНЕСКО-ның 27-ші сессиясында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енгізілген. Оңтүстік Қазақстан өңірінде саяхатшыларды қызықтыратын орындар өте көп. Сондықтан да бұл жерге шетелдік туристер де ағылып келуде. Ал біздің саяхатымыз Гаухар Ана кесенесінде жалғасады. Міне біз де сол жерге келіп жеттік. Сіздермен бірге саяхат бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар. Гаухар Ана бейіті тарихи құнды ескерткіштердің бірі. Кесененің ені 20 метрге жуық кішкене төбе болып келеді. Алғашқы қабір орны бұзылған, шатыр жоқ, 4 құлақты дуалдан тұрады. Міне біз кесененің дәл алдында тұрмыз. 1989 жылы бұл кесене Әзірет Сұлтан мұражай қорығына еніп, мемлекет қарауына алынған. Тағы да бір айта кететін ақпарат, Гаухар анамыз Қожа Ахмет Яссауидің қызы болған. Бір 1990 жылдары қабір жанынан зияратшыларға арналған 3 бөлмелі құрылыс тұрғызылған. Гаухар Ана емшілік қасиеттері арқасында көптеген адамдарға көмек көрсеткен. Кесене маңында емдік қасиеттері бар артизан суы шығатын құдықтар орналасқан. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен Гаухар Ана кесенесі арасында жерасты жолы бар деген аңыз бар. Қылуеттен күн шуағына шықпау үшін Яссауи қызының мазарына барып тұруға Гаухар Ана кесенесіне дейін жерасты жолы салынған деседі. Құрметті көрермендер, осымен біздің Түркістан өңіріндегі сапарымыз аяқталды. Сіздермен болған саяхат бағдарламасы және мен Данияр Базарқұлов. Қазақстанның тағы бір көрікті жерінде кездескенше сау болыңыздар.